қатарларымның қыздары күйеуге тиетін, ұлдары келіншек алатын жаста. Өзімнің қатарларыма және оның ұл қыздарына құлағына алтын сырға болсын деген ниетпен осы видеоны жазып жатырмын. Менің парақшама тіркелуді ұмытпа. Кезінде біз некені сезіммен таңдадық. Неке сезіммен ұсталмайды. Неке саналы таңдаумен ұсталады. Бір-бірінің бойындағы көрген кемшіліктерді, қателіктерді, өзіне ұнамайтын тұстарын кейін үйленген соң өзгереді. Бала туған соң жауапкершілік келеді. Маған келгенде басқаша болады деген иллюзиямен жүреді. Бірақ неке адамды өзгертпейді. Егер ол қазір жауапкершіліктен қашатын болса, ертең де қашады. Ал сені ренжіткеннен кейін кешірім сұрай алмаса, ертең де солай болады. Сондықтан неке алдында бір нәрсені түсіну керек. Неке біреуді табу емес, неке өз таңдауыңа жауап беру. Саналы таңдау деген адамды мінсіздеп емес, оның мінезін, жауапкершілігін, қиындықтарын көріп тұрып таңдау. Тағы бір маңызды нәрсе бар, келесі видеода айтамын.